Сәлем қыздар, мен бүгін сіздерге 15 минутта дайын болатын балдардың өте сүйіп жейтін печенесі, яғни үгітілмелі печене, минутка деп аталатын печененің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны және үстіне шекерімізді салып жақсылап араластырамыз. Құрамдарын описание бөліміне қалдырып кетемін. Осылай жақсылап көпіртіп алғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы 72% сары майымызды қосып араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп аламыз да үстіне 1 шай қасық разрахедел, яғни қамыр қосқышымызды салып араластырып, жұмыртқалы масымызға қосып жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр өте нәзік, үгітілмелі, яғни орысша айтқанда песочный тесті шығады. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз. Және қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Қамырымыз осылай болды. Енді осыны коврикке қойып, жақсылап осылай иілеп, қамырымызды осындай ұзыншалап етіп жайып, бөліктерге бөлеміз. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша неше бөлікке бөлгілеріңіз келсе, сонша бөлікке бөліңіздер. Менде 20 штуктай печенье шықты. Егер де заказға жасайтын болсаңыздар, таразымен грамдап барлығын тең етіп бөліп жасауға болады. Мен үйге жасағандықтан көз мөлшерімен жасап шықтым. Осылай екі қолымызбен қамырымызды дөңгелетіп аламыз. Барлығы дайын. Енді осыны қасықтың көмегімен осылай узор жасап, жартысын шекерге салдым, жартысын шекерге салмай өзінше пісірдім. Егер де узорды сіз өз қалауларыңызша вилкамен немесе басқа да фигуркалармен жасауға болады. Мен осындай қасықтың көмегімен жасап шықтым. Енді осыны 180 градуста 15-20 минутқа пешке салып аламыз. Міне қыздар, біздің печенеміз дайын. Ұнаса каналыма жазылып, осы печеньенің рецептімен өз балапандарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Камшат. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыз.